Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі болатын сабағымыз әдебиеттік оқу 4-ші сынып 61-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылға жақсы тілек. Сенің меңгеретін іс-әрекетін сұрақтарға жауап бересің, мәтінді өз қиялыңмен өзгертіп аяқтайсың. Бірінші тапсырма: батаны оқып, мағынасын түсіндір. Наурыз жыры. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жолың болсын, төрттілік ақты болсын, ұлыс береке берсін. Оқушылар жылдың тоқшылықпен, жақсылықпен өтуін және ақ мол болуын тілеп жатыр. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер. Бата той жиындарда, үлкен кіші мерекелерде ақсақалдардың жастарға берген тілектері. Ендігі біздің тапсырмамыз түсініп оқы. Отамалы деген не? Қара шоқыны көктелеп аймаңдай атты. Жол жорғасымен жүріп отырып абай шыңғыстың беттері тегіс көктеп тау, айналаға көз жіберіп келе жатты. Аласа алаң күрең беттегеге даланы да бөктер беттейді де тегіс көгертіп жасарта бастаған. Бірақ аспан ашық емес. Осы бір суық желмен бұлт айықпайды екен деді. 2-3 күннен бері бұл өңірде күн бұлыңғыр болған және қыстың соңғы салқын тынысы сияқтанып, бір суық жел білінуші еді. Сәуір жаңа туды ғой. Сәуірдің басы осылай бұлтты, суық болатын әдеті ғой, деді Қарабас. Неге? Сәуір қыстың айы емес, жаздың айы емес пе? Жылда бүйтеді деймісің? Жылда сөйтеді. Сәуірді орысша не дейді? Апрель дейді. Ендеше сол апрельдің осы сәуір болмай тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жаз шықпайды дегені, деп Қарабас Абайға айдың мәнін айта бастады. Бұл жөнінде Қарабас Атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім бар екен. Сәуір бұл айдың арабша аты. Мамыр, маусым. Абай қазақша аятының бәрін сұрап жаттап алды. Бірақ сәуір турысындағы жаңағы сөзді алғаш ескені осы еді. Жазға салымның ең жайсыз кезін әнеугүні әжесі отамалы деп атап еді. Осы отамалы немене, не деген сөз өзі деп Абай соны сұрады. Отамалы көкек айының 11-інде кіріп, 17-сінде шығады. Желсіз, борансыз өтпейді. Қыстың ең соңғы зәрі сонда. Отамалы деп атанғаны бір байдың отамалы деген қойшысы болған екен. Көкектің суығы басталған уақытта әлгі қойды жайылысқа шығармайық, боран болады. Қойдың тыстан титықтап шыққан кезі, малыңнан айырыласың десе, бай діні қатты адам екен. Сен тоғышарлық қылып алдап отырсың деп, отамалыны сабап қойды жайылысқа шығарады. Сол күні Құдай көрсетпесін бір қатты боран басталып, 3 түн соғып, бар қой ығып кетіп қырылыпты. Қойдан қалмайын деп, отамалы пақырда үсіп өліпті. Көкектің суығы отамалы атанғаны содан дейді. Әжем пақыр соны біледі ғой, деді Қарабас. Мұхтар Әуезов. Абай жолы романынан алынған. Оқушылар, бүгінгі біздің танысатын ақынымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, қазақтың заңғар жазушысы, артына мол әрі бай мұра қалдырды. 20 жасында Әуезов өзінің тұңғыш көлемді туындысы Еңлік кебек-пьесасын жазды. 19 жасынан Абай туралы жазуды ойға алып, 17 жыл үздіксіз ізденіп, 12 жыл ішінде 4 томдық Абай жолы романын жазып шықты. Сөздіктермен танысу. Қарабас Құнанбайдың ат қосшысы, шабарманы, пақыр деген, байғұс деген сөз. Қарабас осы сөзге әдеттеніп кеткендіктен жиі айтатын болған. Енді мына сұрақтарға жауап береміз. Жолаушылар әңгіме қылған күн райының сипаты қандай еді? Жолаушылар бұлтты ауа райын әңгіме етті. Оқиғаның басталуына не себеп болды? Оқиғаның басталуына сәуір айының күн салқын болуы себеп болды.
Енді үшінші өз қиялымен өзгертіп, отамалы қойшының аман қалғаны туралы әңгіме құра дейді. Бұл жерде жаңағы отамалы қойшы суықта шығып, суықтан үсіп өлді. Сендер осыны өз ойларыңмен әңгіме құрастырып өзгертіп айтасыңдар. Енді кестемен жұмыс жасаймыз. Кесте бойынша сұрақтарға жауап береміз. Жеңіл сұрақтар: Абайдың әкесінің аты кім? Абайдың әкесінің аты Құнанбай. Сәуір сөзі қай тілден енген? Сәуір сөзі араб тілінен енген. Сәуір айы мәтінде тағы қалай аталады? Сәуір айы мәтінде көкек айы деп те аталады. Адам суықтан үсе ме, ыстықтан үсе ме? Әрине, суықтан үсейді. Енді оқушылар, бай деп кімді атаймыз? Бай деп өз-өзіне тоқ, малы, жері, көптеген есепсіз дүниесі бар адамды бай деп атаймыз. Сәуір болмай тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған деген сөйлемдегі бұрынғылар біздің ата-бабаларымыз. Қалай ойлайсың, отамалы күн райын бұзуларын қалай білді? Отамалы күн райының бұзуларын аспанды торлаған бұлттан, желдің соғуынан немесе қойлардың әрекетінен де білуі мүмкін еді. Енді сабақты қорытамыз. Күн райын болжауды адам қалай қайдан үйренген? Құстардың, табиғаттың, күннің батуынан, жұлдыздардың шығуынан қарап, біздің ата-бабаларымыз ауа райын болжаған. Отамалы деген не? Отамалы дегеніміз сәуірдің 11-іне кіріп, 17-сіне шығады. Суық болады. Қыстың ең соңғы суықтарының бірі екен. Енді бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Оқушылар, каналымызға жазыламыз, қоңырауды басамыз. Келесі сабақта кездесеміз.